Ақ жол фракциясының депутаттары Қазақ-Қытай шекараларында орналасқан елді мекендерде жергілікті қазақ радиоларын тыңдай алмайтындығына алаңдаулы. Бүгінгі ақпараттық заманда интернет, ұялы байланыс, теледидар, радио қоғам өмірінің ең бір маңызды тетігіне айналды. Сонымен қатар әлеуметтік желінің, теледидар мен радионың маңызды мақсаттарының бірі аудиторияға ақпарат таратумен қатар саяси, мәдени, идеологиялық тәрбие мен насихат жұмысын жүргізу екендігі де жасырын емес. Сондықтан еліміздің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету өзекті мәселелердің біріне айналып, ұлттық қауіпсіздік санатына жатқызу қажеттілігі туындап отыр. Ата заңымызда әркімнің еркін ақпарат алуға және таратуға құқығы бар екендігін ескере отырып, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарымен қатар еліміздің бүкіл кеңістігінде әр азаматымызға қазақстандық ақпарат көздеріне қол жетімдігіне кепілдік жасау мемлекеттің міндеті. Алайда бұл тұрғыда бүгінгі дейін қазақстандық коммуникация желілері жетпеген еліміздің аумақтары бар екенін көпшілік біле бермейді. Мысалы, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарының Қытай шекарасына жақын орналасқан кейбір аумақтарында қазақстандық не теледидар, не радио, не интернет ұстамайтын жерлер бар. Бірақ Қытай жақтан қазақ тілінде радио сайрап тұрады. Ал шекара маңындағы жергілікті халық тек Қытай радиосын тыңдауға ғана мәжбүр. Тағы бір мысал, Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданына табан тіресеңіз, телефоныңызға әп-сәтте «Добро пожаловать в Китай» деген хабарлама келіп түседі. Ізінше телефоныңыздағы Нұр-Сұлтан уақыты дереу Қытай уақытына өзгереді. Осыған ұқсас жағдай Өзбек және Ресей шекарасының маңында да кездеседі. Осыған орай Ақ жол фракциясы ақпараттық қауіпсіздікпен және ұлттық сана сезіммен байланысты жоғары баяндалған мәселелердің қалай және қашан шешілетіндігі жөнінде ақпарат берулеріңізді сұрайды.